саламатсыздар ма? Ақтөбе қаласы номер 37 орта мектебінен мен зерттеуші баламын байқауының қатысушылары. Зерттеуші Ақнұр апай. Ал менің оқушым Дана. Дана, біз бүгін не істейміз? Тәжірибе жасаймыз. Тәжірибе жасау үшін Дана бізге не керек? Таныстырып өтші. Топырақ, тұз, қант, құм, бор, крахмал. Жақсы. Сосын не керек, Дана? 6 стакан 6 стакан ішіне не құйдық біз? су. Жақсы. Дана, енді қара. Біз бүгін тәжірибе жасаймыз ғой. Әрқайсынан мына суға келіп салып көреміз. Бұл суда мына тұрған заттар ереді ме, еремейді ме? Байқап көрейік екеуміз бірге. Дана, қарашы, суда қандай өзгеріс болды? Судың түсі өзгерді, тек ермеді. Дана, келесі. Тұз. Суда тұз не істеді? Ерді. Келесі, Дана, келесі не бізде? Қант. Қантты да. Қант суда не істеді? Ерді. Құм судың бетінде жүр. Құм судың бетіне жүр. Дана, қалай ойлайсың, неге құм суға батпай бетіне шығып жатыр? Ауа түйіршіктері бар. Жақсы, онда ауа түйіршіктері бар екен. Сол үшін құм суға батпайды екен, иә, Дана? Келесі, бізде не ол? Бор. Бордан біреуін алып, суға салады. Дана, суда бор еріп жатыр ма? Жоқ. Ерімейді екен, иә, бор суда. Ол еру үшін бізге ұзақ уақыт қажет болады, иә? Жақсы. Келесі, Дана, не ол? Крахмал. Крахмал суға салып араластырып көрейік, қандай өз. Судың түсі. Түсі не істеді? Судың түсі. Судың түсі өсті, тек Ерімеді. Жақсы. Крахмал суда ерімейді екен, тек түсі өзгереді екен. Топырақтың түсі өзгерді, тек ол ерімеді. Ерді. Қант ерді. Құм ерімеді. Бор ерімеді. Крахмал тек судың түсі өзгерді, бірақ ерімеді. Сау болыңыздар.